Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым? Бүгін біз 5-ші сынып бойынша 50-ші беттегі My Family тақырыбын өтетін боламыз. Менің жанұям. Мына жерде мәтіндерді оқи отырып, жаттығу жұмыстарын орындауымыз керек. Мына жердегі My Family Trees, яғни жанұяның манағы ағашы, шежіре деп айтуға да болады, мына жердегінің. Бірінші жаттығудан бастайық. Exercise 1. Look at the Ақбота's family tree. Мына жердегі Ақботаның жанұясының манағы ағаш тауына қараңыздар дейді. Complete the sentence. Сөйлемді толықтырыңыздар. Мына жердегі сөйлемді толықтыруымыз керек. Ол үшін біздер мына жердегі сөйлемдерді оқып аударуымыз керек. This is my grandmother. She is my mom's mother. Her name is Olga. She is Russian дейді. Бұл менің әжем, ол менің анамның анасы, оның аты Олга, ол орыс, ұлты орыс деген. Next келесі, өзін көрсетіп тұр, me дейді. My mother name is Saule and my father is Ivan. They are both 35. This is a photo of their wedding day. Мына жердегі екі адамды көрсетіп тұр бізге, Менің анамның аты Сәуле және әкемнің аты Иван. Олардың жасы 35-те. Бұл үйленген кездегі фотосуреттері дейді, яғни. Келесі, next. Here is my brother Talat with our dog. His name is JB. He is very small, but he is fast and he's got a long tail. Бұл Талғат менің my brother. Менің кішкентай інім және оның иті дейді, біздің итіміз дейді. Оның аты Жебе дейді, иттің аты. Ол өте кішкентай, бірақ өте тез қозғалады және бойы ұзын дейді. Next. This is my uncle Mikhail. He is 24 and he isn't married. He's got a guitar, but he isn't very good. Менің ағам Михаил дейді, Ол 24-те, ол үйленбеген, оның гитарасы бар, бірақ өте қатты жақсы көрмеді дейді, гитарасын. Енді осы бойынша мына жердегі бірінші жаттығудағы сөйлемдерді толықтыруымыз керек. Ақботас, мына жерде Mother's, Ақботаның анасының деп алады жалғастырып, Ақбота's mother's name is Сәуле. Ақботаның анасының аты Сәуле. Ақбота's sister's name is Әсел. Ақботаның әпкесінің аты Әсел. Ақбота's uncle's name is Михаил. Ақботаның ағасының аты Михаил. Ақбота's grandfather's name are Нұралы and Әлен. Ақботаның аталарының аты Нұралы және Әлен. Ақбота's brother's name is Талғат. Ақботаның ағасының аты, яғни інісі болады бұл жерде, інісінің аты Талғат. Next exercise 2. Екінші жаттығу бойынша мәтінге қарап отырып, қай сөйлем дұрыс, қай сөйлем дұрыс емес, соны орындауымыз керек. Ақбота's grandparents are all Kazakh. Ақботаның ата-аналары қазақ дейді. False. Дұрыс емес, папасын Иван дедік қой біздер. Her mother is 35 years old. Олардың жасы 35-те. True. Дұрыс. Жебе is the family dog. Жебе жанұядағы манағыдай отбасылық итіміз дейді. True. Дұрыс. Her uncle is married. Оның ағасы үйленген. False. Дұрыс емес, үйленбеген деп айтты мәтінде. Mikhail is a pop star. Mikhail поп жұлдыз дейді, False. Дұрыс емес. Next exercise 3. Make a poster of your family. Follow the steps in your project lesson. Так, бұл жерде отбасыңыз туралы постер жасаңыз дейді, және сол жобаны қорғаңыз дейді, жұптық жұмыс, яғни 4-ші жаттығуда. Соны отбасыңыздың ағашын салыңыз дейді, яғни мынандай қылып сызуға болады отбасыларыңызда кім бар соларды. Одан кейін барып 3 немесе 4 фотосуретті тауып, қызықты бір күлкілі фотосуреттер тауып, және олар туралы шағын мәтіндеме жазыңыздар деген, мына жерде былай көрсеттім.
өздеріңіз ойдан жазуларыңызға болады. This is grandfather. He is my father's father. His name is Kaysar. He is 82 years old. 82 жаста дейді, әкемнің әкесінің жасы. Ол Қайсар. This is my parents. My mother's name is Нұрсұлу and the father's name is Марат. This is our family photo. Бұл менің ата-аналарым. Менің анамның аты Нұрсұлу, әкемнің аты Марат. Бұл менің жанұялық суретім дейді, иә. This is my brother. My brother's name is Талғат. He is 5 years old. He goes to kindergarten. He loves robots. Менің інім, оның аты Талғат, ол 5 жаста. Ол манағыдай ойнайтын жерлерге барғанды жақсы көреді. Киндергарденге және роботтарды жақсы көреді. Бақшаға барған жақсы көреді. Next exercise at page 51, 51-ші беттегінде өтеміз бірге. Family тақырыбы бойынша болғандықтан. Бұл жерде әріптерді мынандай символдармен көрсетіп қойған, қызықта болу үшін. Осы жердегі символдарға қарап отырып, сіздер жанұяның манағыдай атауларын шығаруларыңыз керек, иә. Біріншісі son, second niece, third cousin, fourth uncle, fifth sister, sixth father, seventh wife, eighth granddaughter, nine husband, 10 grandfather. Осындай сөздер шығады екен. Next, find 5 more family words in the puzzle. Use 2 or 3 squares for each one. Мына жердегі сөздерді біріктіріп, тағы да сондай сөздер шығаруымыз керек. Бірінші nephew, мына жерде daughter деп көрсетіп берген. Мысал ретінде біріншісіне nephew, mother, grandson, brother, aunt деген сөздер шығады екен. Next, exercise 3, unscramble the letters to make adjectives, then choose the correct words to complete the sentence. Так, бұл жердегі қорапшаның ішіндегі сөздерді мына жердегі суреттің қасындағы сөйлемдерге толықтырып жасап шығуымыз керек, иә? Яғни Molly is very noisy. Molly is very noisy. Second, Ellie has got fair hair. Оның шашы ақшыл дейді, иә. Келесі үшінші, Liz is a very tall girl. No. Liz өте ұзын қыз дейді. Joy is young. Joy өте кішкентай. Ted is an old man. Ted өте кәрі адам дейді, иә. Simon has got dark hair. Саймонның шашы қара дейді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, келесі сабақта кездескенше.